Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Қазақ радиосының бірлескен жобасы Халық қазынасы. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ жұрты. Мен Рамазан Стамғазиев, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Бүгінгі күнде түтіні түзу шығып, үлкен қазақ даласында өнерпаздардың тұсауын кесіп, үлкен профессионалдық сахнаға жолдап, майталман әншілерді дайындап жатқан Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доцентімін. Бүгінгі ел басына ауыр күн туып, үлкен өткелден өтіп жатқанда, біз сіздермен біргеміз деп, жүрек үнімізді, бір ауыз әнімізді сіздерге жолдап, көңілдеріңізді көтеріп, әнмен болсын қастарыңызда болдық, қастарыңызда жүрміз деген ниетпенен осы бір әнді жолдағым келеді. Әрине бұл енді уақытша бір Алланың салған сынағы деп есептейік. Ардақты ел, ардақты ағайындар. Сіздерге қазіргі жолдайтын әнім сонау аты тегі Жетісу өңірінен шығып, арқа төсінде өмірге келіп, сал серілердің ізімен жүріп, сонау атақты әншілердің қатарында сапқа тұрып, қазақ өнерінің үлкен көшін жалғастырған атақты Нұрмағамбет Баймұрзаұлының, яғни Балуан Шолақтың «Сентябрь» деген әнін айтқым келіп тұр. Енді бұл «Сентябрь» әнінде сол арқа төсінде күші бойына сыймай, ел жұрттың аузына ілініп, Балуан деген аты шығып, ел арасында Ғалия деген әнменен таныла бастаған үлкен Балуан Шолақ бір кездері Көкшетауға дүние жүзіндегі үлкен балуандардың мықты жиналғанын, сонда бір айлап жатып, ойын көрсетіп жатқанын естіп, қасына үлкен сал сері жігіттерін, мықтыларды ертіп Көкшетауға барады. Барса ақшатырлы үй тігілген, ақшалы болыс би мықтылар, бай манаптардың кешкісін сол бір үлкен ортаға шығып, дүние жүзін сілкіндіріп жүрген балуандардың өнерін тамашалап отқан ортаны көреді. Шамамен ақша жиыстырып, Балуан Шолақ сол үлкен жиынның ішінде бақ сынайды. Сонда көзіне жаңағы маскасын киген Карон палуанның осы ортаға шығып, кез келген балуанды ұрып жығып, алып ұрып жатқанын көріп, арқасы қызып, ортаға атып шығады. Содан енді қазақтың баласыменен күресу үшін, қазақтың баласын ортаға шығару үшін тағы да ақша жинап, бәс тігіп, сонда жаңағы көзіне қара маска киген Карон палуанды күш-жігеріменен, өмірдегі жинаған үлкен тәжірибесіменен Балуан Шолақ жерге алып ұрып, өмірі жауырыны жерге тимеген балуанды жерге жығып, көзіндегі маскасын жұлып алады. Абырой асқақтаған Балуан Шолақты ел жұрты қошемет көрсетіп, Балуан Шолақтың аты алталашқа мәшһүр болады тағы да. Сол уақыттағы шығарған әннің бірі «Сентябрь» деген ән осы сіздерге арнағым келеді. Қабыл алыңыздар. Бұл күнде дәл 45-те менің жасым, қамалдым, бұзып жүрмін қорған тасын. Кешегі сентябрьдің базарында көтердім 51 пұт кірдің тасын дейді. Яғни 51 пұт кірдің тасын көтеру, әрине жарты тоннадан артық тасты көтеру Балуан Шолақ үшін үлкен сын болған еді. Бірақ сүрінбей өткен балуанның осы күнге дейін ғасырлар бойы абырой асқақтап келе жатыр. Біз де айналайын ағайын ел, осы Балуан Шолақтың күшіндей күш жинап, Қажымұқанның күшіндей күш жинап, талай өткелден өткен елміз, бұл жолғы да үлкен сыннан өтеміз. Берік болыңыздар, мықты болыңыздар, жан дүниелеріңіз аман болсын, айналаларыңыз аман болсын. Елбасы, президентіміз ел үшін, жер үшін үлкен жағдайлар жасап жатыр. Медицина саласынан керекті нәрселеріміздің бәрін жасап қойды. Тәртіп мәселесін көтеріп жатыр. Үйден шықпау керектігін мұқият ескертіп жатыр. Экраннан күніге Қазақ радиосынан айтылып жатыр. Қолымыздағы мынау әлеуметтік желілердегі айтылып жатқан нәрселердің бәрі тегіннен тегін емес ағайын. Сондықтан
Сабыр түбі сары алтын дейді ғой, сарғайған жетер мұратқа дейді. Біз қазақ жұрты төзімді, мықты, қайратты, жігерлі елміз. Біз осы өткелден өтеміз. Біз сіздерменен біргеміз. Аман болайық, жақсы күнде жолыққанша, жолығып қол алғанша аман болайық, қымбатты қазақ жұрты. Ол күнде дәл 45-те менің жасым, қамалдың бұзып жүрмін қорған тасын. Кешегі сентябрьдің бозарырын боп өтердім мені өмір Ой, кірдің тасын, ей ақ, ой ақ, ау, ай, 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 ау. Ағасы бай мырзаның балуан шолақ, бір қолым үсіп кетіп болған моллақ. Сұлуғы жас келіншек қабыт сыздаумын, жалғыз ақ тал бойында. Ой, менім солақ, ей ақ, ой ақ, ау, ай, 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 ау. Ұлттың рухы ұлт музыкасында. Сіздер Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Қазақ радиосының бірлескен жобасы «Халық қазынасы» хабарын тыңдадыңыздар.